достар, бүгін үй жағдайында макушатник жасайтын боламыз. Бізге грузила керек. Менде грузила 80-дік. Стопор керек болады, леска керек. Лесканың бас жағын аламыз осылай. Ішінен айналдырып өткіземіз. 5-6 рет, 7-8 рет өткізе берсеңіздер болады, ешқандай зияны жоқ. Өткізіп алдық. Осылай тартамыз. Осындай болып шығады. Осы бас жағынан ұстап тұрып, мына басынан былай қылып, міне бас. Осыны артқа айналдырып, мына жерінен тағы да ұстап, осыны осы екі жылкіден айналдырамыз. Айналдырып әкеп, домалақ қып ұстап тұрған жердің ішінен өткізетін боламыз. Міне осылай болып шығады. Біздің өзіміздің дайындап қойған күрчөгіміз бар. Осылай күрчөкті дайындап аламыз, мықтырақ қып. Ішінен өткіземіз. Айналдырып осыны өткізіп жібереміз. Күрчөкті абайлаймыз, қолға кіріп кетпесін. Осылай болып шығады. Примерно 40 см, 50 см кесіп аламыз жылкыны. Мынандай стопорлар рыболовный магазиндерде сатады, 50 теңге, 100 теңге тұрады. Стопор өткізіп аламыз. Стопорды астыға қарай түсіреміз. Грузиламызды өткіземіз. Өткізіп аламыз. Сосын тағы бір стопор өткіземіз. Стопорда грузила тақап тастамаймыз. Өткен грузила екі ортада ойнап жүру керек. Макушатнигіміз кейбіреулерде сызық болады. Егер сызық болмаған жағдайда канцелярскиймен 4 бұрышын ойып аламыз. Макушатникті осылай саламыз, макухамызды. Осылай болып шығады. Видеоны лайк басамыз, каналға тіркелеміз, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Осындай қарапайым түрде үй жағдайындағы